Номер 38 Солтыр орта мектебі. Мен Батырдың ұрпағымын. 10 сынып, Қасым Айвар. Ұлы Отан соғысы. 1941-1945 жылдардағы Кеңес одағының Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихқа мәңгі енді. Бұл соғыста Қазақстандағы әр отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып, ұрыстарға қатысты. Соғыстың басталуы және оның сипаты туралы тарихи деректерге сүйенетін болсақ, шабуыл жасаспау туралы 1939 жылы 23 тамыз Кеңес одағымен жасаған келісімдік фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда бұзып, соғыс жарияластан КСР аумағына аяқ астынан басып кірді. Отбасы дегеніміз отанның бір бөлшегі. Менің отбасымның құрамы Асыл іңкәр әжемнен, Асқартау ғалым әкемнен, мейірімді Бақытгүл анашымнан, ерке қарындасым Тоғжан, ақылды Аружан, қарындасымнан тұрады. Руымыз Дулат, оның ішінде бабамыз. Отбасымның тарихын үлкен атамнан бастағым келеді. Үлкен атамның аты Асқарбаев Жарғожа. 1924 жылы туылған. Қордай аудандық әскери комиссариатқа шақырылуымен оқиғасы басталған. Елге сыйлы кісі, ат жақты, мейірімді адам. Ұлы Отан соғысының ардагері. Қазіргі кезде жасы 95-те. Менің Қасым атамның әкесі. Мен кіші атамның атындамын. Қасым Айбармын. Көптеген медаль грамоталармен және де әртүрлі дәрежедегі орденмен марапатталған болатын. Менің атам Асқарбаев Жарғожа, Ұлы Отан соғысының ардагері, нағыз батыр. Мен атамның ұрпағымын. Мен әрқашанда оны құрмет тұтамын. Назарларыңызға рахмет.